Адамның жарқ еткен жарқын сәттерінің барлығы естелік атты ескі бейнетаспаға сақталады. Ескіріп, ес білгелі менің өмірім мектеппен тығыз байланыста өтті. Мұғалім болып қызмет істеу біздің отбасымыздағы адамдардың бәріне бұйырған бақыт. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы демекші, мен өз мамандығымды әрі анам, әрі ұстазым бола білген Спатай Фариданың берген білімі мен тәрбиесіне тәнті болып, ұстаздық жолды таңдадым. Мен Абдрахманова Арай Жаңабайқызы өзімнің алғашқы қадамымнан, бағытымнан, яғни таңдаған мамандығымнан еш жаңылмадым деп сеніммен айта аламын. Мектеп қабырғасында үздік оқушы болып, ұлттық бірыңғай тестілеуді сәтті тапсырып, грант иегері атандым. Тараз педагогикалық университетінің филология факультеті қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша жоғарғы білім алдым. Қазіргі таңда номер 60 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің ұстазымын. Шәкіртті жылы қабылдап, ұстаздары білім алмасатын, бірі кеңес беріп, бірі үлгі алатын жас буынмын. Ұстаздық жол қызығы мен шыжығы қатар жүретін оңай жол емес. Бұл үлкен жауапкершілік пен шығармашылықты талап ететін жұмыс. Бала жүрегі кішкентай ғана күйсандық десек, сол күйсандықтың кілтін тауып, шәкірт жүрегіне терең бойла деп Абай атамыз айтқандай, шебер, ұшқыр ойлы, қабілетті, әдебиет атты тылсым әлеммен еркін сыр шерте алатын ұстаз болу арманым. Жай ұстаз емес, жақсы ұстаз. Ақпарат бетіне жазу жазғандай кіршіксіз таза, бала санасына мейірім мен махаббат, адалдықты үйрету менің парызым. Бойымдағы жастық жігерімді, күш-қуатым мен білімімді теңізге тамған тамшыдай болса, осы жолда сарп ету менің ұстаздық ұстанымым. Ал менің кәсіби тұлғалық позициям мектеп алтын болса, оның зергері, мектеп теңіз болса, оның гауһары, шәкірт жүзік болса, оның көзі, шәкірт ақын болса, оның сөзіне айналу. Заман талабына сай әр іске көзқарас қалыптастырып, өз пікірін еш қысылмай сауатты жеткізе білетін шәкірттер дайындап, білімді де білікті ұрпақтар санын арттыру дәл мендей ұстаздардың мойнына жүктелген жұмыс. Өмір үздік талап пен талпыныстан, үйрену мен ізденуден, жаңару мен жаңғырудан тұрады. Адам өмірі әр алуан тағдырлар тоғысқан шытырман оқиғалардан тұратын кітап сынды. Егер өміріңіз кітап болса, онда сіз сол кітаптың авторы болып табылмақсыз. Кітабыңыздың мінсіз шығуы үшін екі нәрсені айқындап алыңыз. Бірі алған жарыңыз, екінші таңдаған мамандығыңыз. Иә, тұлға болған соң мен өмірімде талай ұстаздарды мойындағам. Енді өзімді соларға мойындатам.